Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге өзбек халқының өте танымал тағамдарының бірі ханым әзірлейтін боламыз. Бұл ханымды мен де бірінші рет әзірлеп жатырмын. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Ең алдымен тағамымыздың қамырын әзірлеп қоюымыз қажет. Ол үшін бізге 500 граммдай жылы су, 1 жұмыртқа және де тұзын салатын боламыз. 1 шай қасық тұз салсаңыздар жеткілікті, және де ұнын салатын боламыз. Барлық ұн мөлшерлерін төменде видеоның астында жазып қалдырдым. Міндетті түрде қарап өтіңіздер. Барлығын жақсылап араластырып 900-800 граммдай ұн салатын боламыз. Менде жоғары сұрыпты ұн. Егерде ұндарыңыз төменгі сападағы ұндар болатын болса, 2-3 қасықтай сұйық май қосып жіберіңіздер. Барлығын жақсылап араластырып, орташа қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай қамыр болуы қажет, және де аса қатты жұмсақта болып қалмасын. Себебі қамыры жұмсақ болып езіліп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай орташа қамырымыз дайын болды. Ендеше бөліктерге бөліп аламыз. Төмендегі көрсетіп өтілген барлық мөлшерлер үлкен мантыварканы тола ететін ханым дайындап шығатын боламыз. Яғни үлкен отбасыларға арналған ханым болады. Қалауларыңызға қарай, сіздер кіші отбасыға әзірлеймін десеңіздер, барлық ингредиенттерін жартылай жасауларыңызға болады. Қамырымызды 15 минутқа тындырып аламыз. Бетін жауып жылы жерде қалдырамыз. Оған дейін біз салмасын дайындап аламыз. Қамырымызды арада тағы да қолымызбен жұмыс жасап, иін қандырып қойыңыздар. Сол кезде біркелкі тынық болып шығатын болады. Бұл тағамның оригинал рецептінде ешқандай да ет қоспайды. Оригинал рецепті сондай. Өзбек халқында бұл тағамды жай ғана пияз және картоппен жасайды. Бірақ та біздің қазақ халқымыз етсіз тағамды ұнатпайтын болғандықтан мен үйдегілердің сұранысымен ет қосып жасадым. Және де аздап құйрық майда қостым. Пиязымызды ұсақтап турап осылай салып аламыз, және де картопымызды теркадан өткізіп салсаңыздар болады. Ханым тамағының ең басты ерекшелігі оның картобы көбірек болады. Сол кезде ол өте дәмді болып шығады. Және де үстінен құйрық майды салдым, картобымызды салдым. Картопты салған жерім видеоға дұрыс түспей қалыпты. Картобымызды салып, және де дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендеше жақсылап тынып алған қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Ұнымызды көбірек шашып, қамырымызды бірден жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз біздің 5 бармаққа жайылған тағамдағы қамыр сияқты жұқа болуы қажет. Ханым тамағының дәмді болуының ең басты бір құпиясы ол қамыры өте жұқа болса, өте дәмді болып шығады. Және де салмасын аса қатты үйіп салғанда біздің ханымның дәмін кішкене өзгертіп жібереді. Бұл тағамды арнайы өзбек халқының әзірлеген ханымдарын жеп көргенмін. Жай ғана картоп және пиязбен әзірленеді. Бірақ айта кететін болсам, ішінде өте аз мөлшерде салынады және дәмі өте дәмді болып шығады. Ендеше мына сіздерге көрсетіп өттім. Қамырымыз дәл осындай жұқа етіп жайылу қажет. Ендеше бөлшектерге бөліп аламыз. Біздің ханымдарымыз қарапайым біз әзірлейтін мантыдан өте үлкен болуы қажет. Сол себепті қамырларымызды үлкен көлемдерде кесіп аламыз. Барлығымыз білетін манты тағамына әзірленетін қамырды кескен сияқты кесіп алсаңыздар да болады. Бірақ та ол кезде қамырларын кішкене үлкендеу етіп жаюға кеңес беремін. Мен барлығын дәл осы көріністе 4 бұрышты етіп кесіп шықтым. Осы тәсіл маған өте ыңғайлы болды. Бірден барлығына салмасын салып, осындай көріністе қарапайым мантыдан түйген сияқты етіп түйіп шығатын боламыз. Бірақ та жалпақ әрі өте үлкен көлемде болып шығады. Барлық мантыларымызды дәл осы көріністе бір шетін майлау арқылы бір-бірінің үстінен қойып шығамыз. Майлап алсаңыздар, бір-бірінің үстіне қойылған кезде мүлдем жабыспайды. Ханымдарымыз ешқандай да уайымдамай бір-бірінің үстіне қоя беруге болады. Барлығын біркелкі теріп алғанымыздан соң ханымдарымызды 40-45 минутқа парға қойып пісіріп алатын боламыз. Орташа отта қайнатасыздар. Ханымдарымыз дайын болғанға дейін біз арнайы томатный соусын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге 400 граммдай су және де 2-3 ас қасықтай томат пастасын салатын боламыз. Және де тұз, 1 ас қасық шекер салып жіберіңіздер. Сол кезде біздің соусымыз аса қатты қышқыл болып кетпейді. Тұзын, шекерін міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз түйіршіксіз болғанға дейін. Содан соң арнайы қайнатуға арналған кастрюлемізге салып 10-15 минуттай қайнатып аламыз.
мінекей біздің соусымыз дайын. Ендеше ханымдарымызды жинауға кірісетін боламыз. Қалаған түрдегі ыдысқа теріп алуларыңызға болады. Мен осылай қазанды қолдандым. Үстінен осындай пакетімізді жақсылап орналастырып аламыз және де соусымызды қойып, астынан содан соң барып ханымдарымызды бір келкі осылай теріп аламыз. Әр терген қатарынан үстінен соусымызды жағып шығатын боламыз. Соустарын жағып болдық. Ендеше бетін жауып 15 минутқа жылы жерде қалдырамыз. Осылай тұрса, біздің ханымымыз өзіне соустарын жақсы сіңіретін болады. Ендеше дастарханға тартып ұсынуларыңызға болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді аямай кетіңіздер.